Негізі әйел адамның көп сөзі бізге ұнамайды. Сосын жігіттер де сұрақ қояды. Әйелім намысқа тиіп айтқан кезде не істеймін дейді ғой енді. Мен айтамын, негізі ол әйел адам сөзі намысқа тимейді, нәпсіге тиеді, эгоға тиеді ғой бізге. Өйткені әйел көбінесе шындықты айтады ғой. Айтқан нәрсесі көбінесе шындық болады оның. Біз кішкене енді ниетті бандай әрлеуі мүмкін, кішкене бүйтіп эмоциямен. Бірақ айтып тұрған нәрсесі факт па? По факту айтуы мүмкін деген ғой. Анаңыздың сондай істегені рас па? Рас. Сөйтіп айтқаны рас па? Рас. Үйткені рас па? Бүйткені рас па? Иә, мысалға. Сіз енді өзіңіз түсіне алмау, немесе өзіңіз қабылдай алмауыңыз мүмкін. Өйткені сіздің анаңыз сіздің көзіңізде керемет қой қазір. Сүттен ақ, судан таза ғой. Өйткені негізі сіздің анаңыздың келіндік ене болудан тәжірибесі жоқ. Қолында келіні жоқ, бұл күшті ене болады деп айта алатындай деген ғой, мен сіз анаңызды танымаймын. Бірақ бір келін түскеннен кейін оның бағасын келін береді деген ғой енді. Мен күшті енемін деп ана айтса, ол рас өтірік мен білмеймін. Немесе күйеу, мысалы, жігіт айтса, менің анам мынадай ене деп айтатын болса, бізде индикатор ол келін ғой. Келінжан, айтам, енең қандай адам өзі? Ешкім айтпайсыз ба деп айтуым керек. Былай, мысалға деген ғой енді.